Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын ірімшіктің жасалу жолын ұсынамын. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Жасалу жолы оңай, сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар сүт, қаймақ, жұмыртқа және тұз. Барлығының мөлшерін видеоның астына описаниеға қалдырамын. Ең алдымен сүтімізді газге немесе плитаға қоятын ыдысымызға құйып аламыз. Мен дүкендегі 6% сүтті пайдаланып жатырмын. Қаласаңыз табиғи сүтті пайдалансаңыз болады. Сонан соң ыдысымызды қатты отқа қоямыз. Қайнатпаймыз, сәл ысыса жеткілікті. Келесі кезекте ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Қаймақты саламыз. Дүкендегі 20% қаймақты қолданып жатырмын. Сонан соң тұзды саламыз. Шанышқының көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. Сұйық массамыз дайын. Ендігі кезекте ысып тұрған сүтке сұйық массамызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Сонан соң орташа отта қайнатамыз. Сәлден соң сары суы бөлек шыға бастайды. Мінекей 3-4 минуттан кейін сары суы мен ірімшігі бір-бірінен ажырады. Ірімшігіміз дайын болды, отымызды өшіреміз. Келесі кезекте таза марлыны үлкенде отызға қойып аламыз. Сонан соң дайын тұрған ірімшіктің барлығын құямыз. Асықпай құйыңыздар, өте ыстық. Видеода көрсетілгендей ірімшікті суынан ажыратып аламыз. Ірімшік салынған марлыны басқа ыдысқа саламыз. Сонан соң қасықтың көмегімен басып отырып артық суларын шығарамыз. Артық шыққан суларын төк тастап отырамыз. Мінекей суын толықтай сорқытып алдым. Дайын тұрған ірімшікті осындай шағын ыдысқа салып жатырмын. Қалауыңызша кез келген ыдысты пайдалануға болады. Ірімшіктің формасы осы ыдыстағыдай болсын деп әдейі осыны қолданып жатырмын. Қасықтың көмегімен ірімшіктің үстінен тағы да басамыз. Сонан соң ірімшік формасын жақсы ұстау үшін үстіне ауыр зат қоямыз. Дәл осылай бөлме температурасына 5-6 сағатқа қалдырамыз. Мінекей ірімшік дайын, формасын өте жақсы ұстады. Ірімшік өте дәмді болып шығады, сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, әрі қарапайым заттардан жасалады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.